Адам әлемді қаншалықты таниса, соншалық өзін де тани түседі. Өзін-өзі қалай тануға болады? Борышыңды өтей бастаған сәттен бастап-ақ өзіңді тани аласың. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту, ең қиыны өзіңді өзің тану. Кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жинағаны бар адам. Ондай кісі жаңа естіп, көріп білгендерін сынап, орынды орынсызын бағанағы жиған нәрселеріне қарай есеп қылады. Бұлай еткен адамды ақылды дейміз. Ой деген бір терең дария тұңғиық, ой қаштар бір қайғы бір нұр құйып, ой деген сел, онда құлан қағы жоқ, ой дегенің таусылмайтын кермиық. Қай істің болсын, өнуіне 3 түрлі шарт бар. Ол әуелі ниет, күш, тәртіп керек. Мейірім, ынсап, әділет, шыдам, шыншыл, харекет, түп қазығы ақ ниет. Дүниенің көзі, тұтқасы, түп негізі заттық нәрсе емес, рухани дүние. Әрқашанда таза болсын ар-ажданың жүрегің, өзгелер де саған адал, әділ болар, білемін. Егер адам қолынан келетін, істеуге міндетті нәрсесін жүзеге асыра алса, сол адамды бақытты және жарасымды деп атауға болады. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде. Игілікке жетудің бір көзі еңбек пен қанағат. Бар екен деп аспа, жоқ екен деп саспа. Ерге керек төзімділік, күш қайрат, тұру керек күн мен айдан нұр жайнап. Әділдікті мойындау адал кісінің ісі. Өтірікші бірінші өзін алдайды. Жастық шағың жарқын жаздың бейнесі, құтты жаздың ала алсаң жоқ бермесі. Жастық арман, бұл сенім, бұл ерлікке құштарлық. Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе, оның басқа адамдармен қарым-қатынасы. Жасы кіші ініні ақылы артса, аға тұт, жасы үлкен ағаны жақсы сыйлап жаға тұт. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамдық борыш ат үшін, барша адамзат қамы үшін, серт берген еңбек етем деп, алдағы атар таң үшін. Балам халықтың ұлы болмасаң, менің де ұлым емессің. Отанның өзінің халқын сүю, ғылым мен көркем өнерді сүю адамды ерлік істерге құмарттырады, ұлы шығармалар жасауға жол ашады. Уақыттың бос өткені, өмірдің бос өткені. Уақыт керуеніне бөгет жоқ. Егер дұрыс пайдаланар болса, уақыт қашанда жеткілікті. Адамдағы білім, ақыл және жігер жақсылыққа, ізгілікті істерге, адамдарға деген сүйіспеншілікке бағытталуы тиіс.